Баршаңызға сәлем. Бүгін мен удивительные история атты мини-сериалдың 5-ші бөлімін қысқаша айтып беретін боламын. Ал видео басталмай жатып арнамызға жазылып қоңырау шамына дірілдете кетіңіздер. Мариан есімді әйел өз баласымен зоопаркке бара жатыр. Бала үнемі сымтетігіне үңіліп отырады, және анасы оның қолынан сымтетігін тартып алады. Мариан бұрылыстан өткенін түсініп, баласына картаны аш дейді. Ал Элайджа бұған жазылған бір хатты табады. Әйел баласына хатты оқытпайды, және енді Элайджаның әкесі жоқ екенін әңгімесінен түсінеміз. Ал Мариан болса оның анасы емес. Олар артқа бұрылып жолды жалғастырады. Осы кезде біртүрлі жайт орын ала бастайды. Қандай да бір серпін күш көліктің терезелерін шашып жібереді, және аспаннан ұшақ пайда болып, олардың көлігінің жанына келіп құлайды. Мариан ұшақтың ішіндегі пилоттың тірі екенін байқайды, және ол өз еркімен ол жерден шыға алмайтынын түсініп, оған жәрдемге кетеді. Элайджа анасына жаны ашып, олай жасамауын сұрауда. Ол пилотты құтқара алды. Пилот американдық жігіт екен, және ол біздің екеуден сендер кімсіңдер деп сұрақ қояды. Жауап ретінде екеуі американдық екендіктерін айтты. Ұшқыш бұл мүмкін емес екеніне сенімді. Ол жаңа ғана Бирмаға соғысты, бірақ жігітше олардың Агаяда екенін айтады.